Келесі видео үндеу еліміздегі астафралла, субханалла, сабырға келіңіз деп жүрген имамдарға арналады. Ана мешіттің ішінде 24/7 садақа яйшігіне үңілмей, тез арада еліміздегі әскери бөлімшелерге барып, шариғатымызға, мұсылманшылығымызға қайшы өліммен өліп жатқан балаларға үгіт насихат айтыңыздар. Себебі үкімет сарбаздар өлімін азайтпаса көбейтіп жатқан жоқ. Бір жылда 340-тан аса сарбаз шабытпен барып табытпен келді. Оның ішінде 70-80% сіздің айтып отырған мұсылмандық шариғатқа қайшы өзін-өзіне қол жұмсау өлімімен өліп отыр. 24/7 TikTok, Instagram тікелей эфирде отырып, еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынасты айтқанша, әскери бөлімшелерге барып, белі қатпаған, шариғатпен шатағы жоқ жастардың өлімін азайтыңыздар. Себебі мына үкіметтің әлі шамасы жетпей отыр. Сосын психологтар, әсіресе Айнұр Тұрсынбаева, 1 сағаттық сағатыңды 300 мың мен 900 мыңның арасында сатып, қазақтың отбасын айрандай үйітіп, әр қазақтың отбасын байытып, визуализация алыңдар деп сауда-саттық жасап отырсыздар өздеріңіздің психологиялық кеңестеріңізді. Біз қазір сіздердің бесплатно қазаққа деген жанашырлық қасиеттеріңізге мұқтаж болып отырмыз. Себебі әскерге отан қорғау үшін баламызды шабытпен жіберіп, табытпен алдыртып отырмыз. Қазақтың ақшасына бола қызмет етпей, қазақтың халқының амандығына қызмет жасаңдар. Бірің мешіттегі садақа яйшігіне үңіліп отырсыңдар, бірің халықтың қалтасына үңіліп отырсыңдар. Өз білімдеріңді, өздеріңнің мотивацияларыңды ақшаға сатып. Қайда? Сендердің қазақ деген жүректерің, бойларыңдағы қазақтың қаны. 17-сі күні қазақ сарбазы әскери бөлімшеде екі қолын артына байлап қойып, өзі талға барып асылып өліпті. Асылып өлу, өз-өзіне қол жұмсау, ол шариғатқа қайшы. 22 қыркүйек күні әскерде жүріп, сарбаз, 18 жасар сарбаз бала, жүйке жүйесі тозып, психбольницадан бірақ шыққан. Күні кеше 23 күні әскери бөлімшеде, әскери дайындықтың үстінде, әскери қызметкердің қолынан тағы бір қазақтың сарбазы оққа ұшып өліп жатыр. Бұған тоқтау қашан болады? Үкімет тарапынан тоқтау болмайды, себебі олардың күші жетіп жатқаны жоқ. Оған дәлел бір жылда 340 сарбаз табытпен келді. Енді бұл жерде шынайы қазақтың жанашырлары діни жағынан, психологиялық жағынан және сөз көмек жағынан халықтың көмегі қажет. Бұл сарбаздардың жанын, басын аман сау алып қалуға. Тез арада шұғыл түрде халық кірісу керек бұған. Болмаса, әр қазақтың үйінде той емес, әр қазақтың үйінде жаназа болып жатыр. Соқырлар мен таскереңдер халықты ақша табу үшін, немесе атақ-даңқтарыңды өсіру үшін пайдаланбай, шынайы халыққа көмек керек кезде атсалысыңыздар. Қайырлы күн, қазақ елі. 17 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде өзін-өзіне қол жұмсап асылып өлді. 22 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде жүйке жүйесі тозып, жындықанадан бірақ шықты. 23 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде, әскери дайындық үстінде, әскери қызметкердің қолынан оққа құшып өлді. Мынау не сұмдық? Күнде шабытпен жіберген баламыздың табытын беріп отыра бересіңдер ма? Бұны тоқтату үшін кім сөйлеу керек? Сарбаздардың өлімін тоқтату үшін кім сөйлеу керек? Қайдасыңдар? Қазақтың жанашыр,
қазақтың жырын жырлап, әнін айтып, тойын тойлап жүрген әншілер, әсіресе қазақтың бозторғайы Мейрамбек Беспаев, қайдасыңдар? Тойларың біткен шығар? Әр қазақтың үйінде қазір жаназа болып жатыр, шабытпен жіберген баласының табытын алдыртып. Кешегі 1,5 миллион қазақ подписчигі бар Рысбала Икрамбай, сен қайдасың? Сендерге қазақ атақ даңқтарыңды өсіргенде, отбасыларыңды асыраған кезде, садақа жинап берген кезде, Қытайдың табарын алып келіп сатқан кезде ғана керек па? Ана 1,5 миллион подписчигіңнің, қазағыңның балалар шабытпен кетіп, табытпен келіп жатыр. Тышқан сигендеріңе шейін салып отырсыңдар инстаграмдарыңа, статустарыңа. Тойға қалай барып, қалай келіп, қандай киіт киіп, не ішіп, не жегендеріңді, кім той бергеніңді, өз бауырларың өлгеніңді салып отырсыңдар. Неге қазақтың баласы әділетсіз өлімнің құрбаны болып жатқанын салмайсыңдар? Сендер сатқынсыңдар. Сендерге қазақ халқы тек қана баю үшін, атақ даңқтарыңды өсіру үшін керек екен. Бұның да жауабын алатын күн болады. Қара беттер, шығыңдар, қайдасыңдар? Шынайы қазақтың жанашырсыңдар ма? Сендердің тойларың, ішіп жегендерің, өмірлерің, екеу араға қатынастарың, қатын қалаштарың менен. Бізге көк тиын, бізге халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың жанында тұратын әнші менен жанашыр блогерлер керек. Тышқан сигендеріңді салып отырсыңдар, есінеп құсынағандарыңа дейін. Тағы өлім, тағы өлім. Мына өлімді тоқтатуға көмектесіңдер, шынайы қазақтың жанашыры болсаңдар. Аудиторияларың үлкен, танымалдылықтарың бар. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым. Шәке Темір деген ер азамат маған мынандай пікір қалдырыпты. Ер азамат. Елін қалқын ойлайтын адам айдалада отырып алып өзінше білгіш болмайды. Елдің арасында отырып айтатын айтады, біліммен жұмыс жасайды дейді. Ер азамат. Маған енді елге келіп, біліммен, ел арасына келіп айт деп тұр ғой. Шәкен Темір, ер азамат екенсің, еліңді ойлайды екенсің. Неге? Елді ойлап, бүкіл әлемге қазақты паш еткен, өзінің рухымен, жігерімен, тектілігімен, ұлтжандығымен қазағым деп шырылдаған Марат Жыланбаев түрмеде жатыр. Қаңтарда қанды қылмысты ашыққа шығарған Думан Мұхаммедкәрім неге жатыр? Ер емес, әйел ана бола тұра қазақ үшін шырылдай алған Әйгерім Тілеужан нағып түрмеде жатыр. Елді ойлайтын ер екенсің. Анау қатыныңның етегінің астынан шығып, елім, жерім деп түрмеге түскен қазаққа бір үзім нан апарып бер. Диванда жатып алып, қатындарыңның етегінің астына тығылып алып, қатын менің деңгейіме түсудің қажеті жоқ. Еркек тоқты елі үшін құрбан болу керек. Елдің егесі ерлер, қатындар емес. Сондықтан елімізде терроризм, бандитизм жүйе тұрған кезде қатын мен елге барып өзгерте алмаймын. Ер азаматтар қатындарының етегінің астында отырған кезде. Шығыңдар ана етектің астынан. Ездер, еще ақыл айтады ғой. Сені де бір қазақтың қызы, ерім, асыл жарым, балаларымның әкесі деп отыр. Сен бірақ ана етектің айналасынан шыға алмайсың. Мықтысың ба? Елім, жерім деп шырылдаған әр қазақты түрмеден барып іздеп, бір үзім наным мен бір жұтым суын апарып берші. Оған да шаман келмейді. Етектің астында жатсың себебі.